Паретто заңы 20% әрекет бізге 80% нәтижені алып келеді. Ал біздің қалған 80% әрекет ол бізге 20% нәтижені алып келеді. Яғни бүгінгі видеода біз осы Паретто заңы бойынша және де бұны біз бизнеста қалай қолданамыз, қалай компаниямыздың тиімділігін арттырамыз және де қалай көп ақша табамыз, сол бойынша айтатын боламыз. Менің есімім Еркебұлан, Абройвоч компаниясының иесімін. Қазіргі таңда айлық оборотым 100 миллион теңгені асады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл видео сіздерге 100% пайдалы болатынына мен өте қатты сенімдімін. Инсайттарыңызды жазып алыңыздар және де өмірлеріңізде осы алған ақпаратты қолданыңыздар. Жетістікке жеткен кәсіпкерлер тек қана маңызды, тек қана ақшасын өсіретін әрекеттерге назарын, фокусын бұрады. Ал жетістікке жетпегендер керек емес әрекет жасап, ары-бері жүріп, суетамен айналысып, ешқашан доходтары өспейді. Мысалға мен өз өмірімде қаншама мықты, білімді, оқыған, MBA-ді оқыған кісілерді кездестірдім. Бизнес бойынша полный найм системасын білетін кісілерді кездестірдім. Бизнестағы толық финансты есептей алатын кісілерді кездестірдім. Бірақ та олар ешқайсының доход өспеді, өмір сүрулері өзгермеді. Мен бүйтіп ойландым. Еркебұлан, неге? Мыналар сенен бұрын бастады. Сенен жастары үлкен. Бірақ та олардың доходтары неге өспеді деген сияқты сұрақ қойдым да. Бүйтіп өмірлеріне ол кісілердің анализін жасап қарайтын болсам, ол кісілер суетамен айналысады. Мысалға оған звондайды. Алмат, бүгін встреча бар еді. Давай встречаға келсек. Осы встречада бір теманы обсуждать етіп жүрейік. Хорошо деп барады. Бірақ ол встреча оның доходын өсіруіне ешқалай әсер етпейді. Немесе былай, ол тұрады да бір туысқандары, мысалы нағашысы айтады: "Ей, Еркебұлан, сен алда анау сайраннан посылканы күтіп алып жібере сал" дейді. Ол не дейді? Хорошо дейді да, барады да керек емес әрекет жасайды. Немесе ол адам алады да доставка жасап жүреді. Мысалы, прикинь, өзің бизнес аштың, жүргізіп жатсың, и сен доставкамен айналысып жүрсің. Тауарыңды өзің салып, клиенттің адресін сұрап, Яндекс курьер шақырып, солай сен керек емес ақшаңды өсірмейтін әрекеттерге назарыңды бұрып жатсың. Ал ақшасын өсіретін адамдар, олар қандай жерге назарларын бұрады? Ол тауар жіберіп жатпайды, біреудің посылкасын күтіп алып жатпайды, керек емес кездесулерге бармайды. Ол не істейді? Мысалға, бірінші кезекте ол адам: "Мен ақшам неге өспей жатыр?" деген сұрақ қояды. Ақшамды өсіру үшін не істеуім керек? Жалпы ақшаны өсіру үшін бізге тек қана ақшаға тікелей әсер ететін әрекеттермен жұмыс жасауымыз керек. Мысалы алып қарайтын болсақ, менің компаниямда ақшаға тікелей әсер ететін әрекеттер қандай? Бір, менің барлық менеджерларымның сату конверсиясын қарау. Мысалға, бір менеджердің сату конверсиясы 4%, біреусінікі 15%, яғни бізде ортақ сату конверсиясы 9 немесе 10% болып тұр. Неме сұрақ қоямын: мынау 4% конверсия жатқан сотрудник бізге керек пе, керек емес пе? Біз оның орнына керісінше жақсы сататын маманды қойғанымыз дұрыс па, дұрыс емес пе? Бұны алып тастасақ, және де мынау 15% конверсия жасап жатқан сияқты адамды қоятын болсақ, біздің автоматтың компаниямыздың конверсиясы 9%-дан 15%-ға өседі. Сол үшін де біз не істейміз? Аламызда керек емес сотрудниктарды жұмыстан шығарып жібереміз. Бұл бір. Екіншісі, менің компаниям доходын өсіреді, ол маркетинг. Мысалы, мен қараймын, бізде осы айда маркетингке қанша ақша кетті? 4 миллион теңге кетті. Неге аз кетті бізде? Біздің планымыз, мысалға, осы айда 50 миллион теңге жасау ғой. Бірақ та біз 50 миллион теңгені жасау үшін біз маркетингқа 8 миллион теңге бір айда бөлуіміз керек қой. Неге бөлінбеді? Осы әрекет, яғни қазір 4 миллион маркетингге құрып жатсын, маркетингге алдағы уақытта 8 миллион теңге құрту, бұл ақшаңды тікелей өсіретін тағы бір әрекет. Тағы да бүйтіп анализ жасап қараймыз. Менің доходымды тағы қалай өсіруге болады? Ол, мысалға, мүмкін екінші Instagram ашу, немесе ассортиментке жаңа тауарлар қосу. Солайынша біз компаниямызды тағы да жаңа деңгейге шығарамыз. Яғни ақшасы бар адам мен ақшасы жоқ адамның айырмашылығы осыда. Мыналар тек суета, керек емес әрекеттер, керек емес кездесулер, керек емес жұмыстармен айналысады. Ал ақшасы барлар тек қана маңызды керек жұмыстарға өзінің назарын бұрады. Жалпы өмірде Паретто заңы бар. Паретто заңы бойынша біздің 20% әрекетіміз бізге 80% нәтиже алып келеді. Ал біздің 80% қалған әрекетіміз, ол бізге қалған 20% нәтижені алып келеді. Яғни біз 80% керек емес әрекет жасап 20% нәтиже алып жүргеннен қарағанда 20% әрекет жасап 80% нәтижемізді алып, келесі бизнестер ашып, компаниямызды масштабировать етіп, доходымызды көбейтуіміз керек. Мен кәсіпте әрқашан тиімділікке жұмыс жасаймын. Және де компаниямның барлығы тиімді. Соның арқасында менің доходым күннен күнге өсіп жатыр. Өзімнің өмірімнен бір мысал келтірейін. Жалпы Inap проектісін жасап жатқан кезде, біз ол кезде Replica AirPods, Apple Watch сатып жүрдік. Сол кезде біз басында керек емес әрекеттер жасаппыз. Ол қандай? Біз инвестор іздедік. Біз алдықта компанияға мебель алып тастадық. Біз үлкен офис алып тастадық. Біз керек емес сотрудниктер жинап жатырмыз. Бірақ бізде не жоқ? Бізде лид жоқ та, лид. Жазатын адам жоқ. Себебі біз реклама жібермегенбіз, біз бәрін істегенбіз,
біз командалық адамды алғанбыз, біз офис алғанбыз, мебель алғанбыз, инвестормен келіскенбіз, кредит алғанбыз, бүкілін жасағанбыз. Бірақ та біз лид бар ғой, жазатын адам бізде жоқ. Себебі біз реклама жібермегенбіз. Сөйтіп отырып мен бүйтем ғой. Мүмкін бизнес менікі емес шығар, мүмкін бұл бизнес дұрыс емес шығар, немесе маған бір білім жетіспейтін шығар деп ойладым да. Потом қиындыққа, тығырыққа тірелген кезде мен түсіндім да, болды, бізде басқа амал жоқ, бізге ақша табу керек срочно. Не істедік? Біз алдыда блогердан реклама сатып алдық. Біз алдыда таргет жібердік. Соның арқасында бізде лид, целевой клиенттар келе бастады. И бізде продажа болды. Ойлаңыздаршы, өте қарапайым емес деді, просто реклама жібере салу. Бірақ та көп адамдар осындай керек емес әрекеттер жасап, негізгі әрекеттерді көрмей қалады. Солардың бірі менде болған. Енді бұл опыт маған тек керек әрекеттерге, ақшаны өсіретін әрекеттерге назарымды бұруға көмектесті. Жалпы видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіз осы уақытқа дейін керек емес әрекеттер жасап келдіңіз бе? Соны жазсаңыздар, басқа кісілерге де сіздің опытыңыз ұнауы мүмкін, немесе сіз жасап жатқан әрекетті басқа кісілер де жасап жатуы мүмкін. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің сандарыңыз өскен сайын біздің жаңа видео шығаруға деген мотивациямыз өте жоғары болады. Лайк басып, осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Келесі видеода кездескенше.